Саламатсыздар ма, менің құрметті оқырмандарым? Мен осы ши құрақтан шынжыр құрақты құрастырып шығарсам деп отырмын. Соған түстерін мінекей мынандай қылып күлгіннен бір жағына, жасылдан бір жағына, көктен екі жағына осындай қылып тігіп алуым керек. Бұның ленталардың ені 3 сантиметрден, енді ортасына 3-3 екі көзді қырқып аламыз екі түстен. Сол екеуін біріктіріп қою арқылы осындай шынжыр құрақты, ши құрақты құрап шығуым керек. Он жетіде 17 қылып алдым астарлықты. Енді қабырғаларынан мына ұқсап диагоналын шығарып алыңыздар үтіктеп. Ортасын табу үшін да мінекей осындай екі шетінде бірдей қылып қабырға жағынан диагоналын шығарамыз. Және осылай бүктейміз. Сонда дәл ортасын мына ұқсап үтіктеп, қолмен үтіктеп алсаңыздар, дәл ортасын табу оңай болады. Мінекей мына екі қабырғадан екі сызық шықты мынандай. Дәл ортасына келтіріп алыңыздар. Лентаның өзінен ақ қиып ала саламыз. Көзін мына ұқсап бүктеп, сонда 3-3 шаршы шығады. Осыған өлшеп кесіп ала саламыз екіншісін. Оңын бір-біріне беттестіріп, тура мынау ортаға қойылады. Тура ортасынан келу керек. Барлық жағы. Тігісіңіз де сол үтіктеген сызықтың бойына түсу керек. Көк жағына көкті салатын боламын. Бұны негізі айналдырып тіге алмаймыз. Оны білесіздер. Қарама қарсы екі шетін бір-біріне қойып отыру арқылы қарама қарсы тігіспен тігеміз бұны. Міне сәл жылдамдатайын қазір. Мына жаңағы көк лентаға қарама қарсы бетте шығамыз. Күлгін үстіне тігіп аламыз. Міне енді жасылды тігем бергі беттегі.
көгі екі жақтама түсетін болғаннан кейін осылай жалғастырып тігіп кете беруге болады. Себебі екі жағына көк түседі да. Мына жағына күлгін түс түсіреміз енді. Сонда бір жағы күлгін, бір жағы жасыл, екі жағы көк боп тұр. Осы шиқұрақтан мен шынжыр-құрақ шығаруым керек.
Бас аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыздар. Бұл дегенменде майда құрақ, ши құрақ дегеніңіз. Сол үшін бас аяғын бекітіп отырамыз. Басында басталғаннан аяғына дейін бас аяғын бекітіп отыруды ұмытпаңыздар. Әр түштен төрт қатардан шығу керек.